Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, менің есімім Алия. Мен сіздерге бүгінгі видеода өзімнің крючокпен тоқылған ойыншықтарымды көрсетпекшімін. Алдарыңызда тұрған бұл кішігірім брелоктар. Фокус қайда? Осындай брелоктарды тоқыдым. Бұл өрмекші брелоктар. Мынандай құрбақаны тоқыдым. Бұл брелок емес, әрине полноценный ойыншық. Крючокпен воланс жібінен тоқылған. Міне. Бұл құрбақаның көзі ыстық клеймен жабыстырылған, клеевые глазки, ал қалғандарының барлықтарында мынандай на безопасном креплении. Және де мына кішкентай ойыншықта көздері тігілген. Мына ойыншықта тоже на безопасном креплении. Ал мына ойыншықта тоже көздерін тігілген. Бұның жилеті шешіледі. Бұл ойыншықтың жилеті шешіледі. Осындай аю. Ондай кит брелоктар. Бұндай брелоктарым көп еді негізі. Бірнешеуін біреулер алып кетті. Сіңілім алып кеткен болатын. Қазір қалғаны мына екі кит. Осындай сүп-сүйкімді. Қалған брелоктар ол әрине мына өрмекші. Мынандай ашық фиолетовый түсте, темный фиолетовый түсте. Және де розовый өрмекші. Және де қазіргі хит болып жатқан өте көп тоқымашылар тоқитын мынандай утенок в шапке лягушонка. Бұндай брелоктарды мен көп жерден көріп жүрмін. Ютубта ресейлік тоқыма блогерлерінде қарасаңыздар, барлықтары осындай брелоктарды ярмаркаларға тоқып жүр. Және де мынау жапка. Бұл YouTube каналда Настя деген қыздың мастер-классымен тоқылған. Және де мына құрбақада осындай лягушка. Ал мынаны мен өзімше кішірейтем деп ойладым да, бірақ дұрыс емес жерден кішірейтмей, ол ұзын сопақ болып қалды. Бірақ тоже осындай өте сүйкімді құрбақа. Және мынандай үкі, бұл да брелок. Бұл акриловый жіппен тоқылған, ал көздері ярнар джинстен тоқылған. Мұндағы тұрған ойыншықтың барлығы да плюшевый ойыншықтарды айтам. Воланс жіптен тоқылған, ал мынау үш ойыншық ярнар джинстен тоқылған. Және бұлардан бөлек мен мынандай қуыршақ тоқылған болатынмын. Терісінің түсі ерекше. Осындай қарағызды тоқыдым. Құлақтары бар, тізелерін барлығын әдемілеп тоқып шығардым. Сарафаны шешіледі. Шаштарын арты. Сарафан мынандай крестик болып тұрады арты. Шаштарын паричок қылдыртып тоқып, және басына тігіп шықтым. Осындай сүп-сүйкімді қарапайым қара қыз. Қазақтың қара қызы деймін. Осындай қуыршақ тоқылған болатын. Мен әзірше осылай қоя тұрайын, сіздерге көрсетіп шығайын. Және де мынандай, бұл акриловый жіп. Егер қателеспесем, бірақ атын ұмытып қалдым. Осындай түрлі түсті жіп, осындай қоянды тоқылған. Бұның да көзін тігілген, безопасный креплениедағы көздер емес. Осындай қоян. Және де қазіргі тоже танымал болып жатқан котик квадратик. Осындай төртбұрышты мысықтарды тоқылған болатынмын. Бұлардың көздері на безопасном креплении. Әрқайсысы әртүрлі түсте цветной жылтырлақ радужкалар салынған. Қалай қойсам екен, былай жылжытайын, сіздерге көрініп тұру үшін. Бұндай мысықтардың бірнешеуін тоқыдым. Алып тастайын дағыны. Мұнда қояйын.
4-шісі. Мына 5-шісі. Бұның да схемасын кішірейтем деп ойлап, өте сондай қисық болып қалды. Кішірейтпеуім керек еді, бірақ бұл да сүп-сүйкімді мысық болып шықты. Осына 5 төртбұрышты мысықты қойған болатынмын. Және де одан бөлек мен мынандай утенок тоқыдым. Полноценный утенок. Бұған мен енді неше түрлі шапочкалар тоқығым келіп жүр. Бұл ешкімнің мастер-классы емес. Өзім ойдан құрастырып тоқыдым. Может, тоже лягушонок секілді қылдыртып шапкама, әлде бір овощтың или фрукттың, ягоданың келтіріп, құлпынай секілді шапка кигізуге болады деген сияқты. Я болмаса, там арбузик какой-нибудь. Сондай бірдемен тоқып кигізім келеді. Бұндай 2 утенок тоқыдым. Сондай сүп-сүйкімді 2 утенок. Ал енді сіздерге аяғына дейін бітпеген ойыншықтарды көрсетейін. Бірінші мынадан бастайын. Бұл ойыншық аяқталған. Бұл осындай қонжық. Артында рюкзак сөмкесі бар, шешіледі. Сөмкесінің ішінде осындай кітап бар, тоқылған кітап. Бұрында мен осындай ойыншық тоқыған болатын, бірақ кітапқа әріптерді тігіп әдемілеп жасаған болатын. Әліппе ұстаған ойыншық болған болатын. Кітапты әліппе сияқты оформить етіп, тоже рюкзакқа салып, ойыншықтың артына рюкзакпен ілген болатынмын. Бұл ойыншығым дайын. Мұны тағы да бір ойыншығым. Бұл қоян. Бұл да вон жіппен тоқылған. Кешірім сұраймын, мынау Ализа Вилютта денесі, ал көйлегі волон жібімен тоқылған. Ал рюкзак акриловый жіптен тоқылған. Қандай жіп екен, ұмытып қалдым. Детская новинкадан тоқылған. Ал ішіндегі кітабы ярнат джинспен тоқылған. Ал мына қоянға дәл осындай қылдыртып, басқа түстен өзгешелеп шамалы тоже рюкзак тоқығым келіп тұр. Және оған да кітап салып қоям рюкзактың ішіне. Бұл қоянның да өзінің рюкзагы және кітабы болады. Және де мынандай қоян бар. Бұл қоянның да бұған жилетка, үстіне киім секілді қылдыртып, және де рюкзак пен кітап тоқу ойы да бар. Және де мынандай піл. Бұл пілге де рюкзак, және де рюкзактың ішіне кітап. Я болмаса карандаш әдемілеп мектеп оқушылары секілді қылдыртып тоқығым келіп жүр. Бұл менің өзім басымдағы идея болатын. Мына ойыншық дайын аюым, ал енді мына үшеуіне сөмкелерін және де кітаптарын тоқуым керек. Келесі аптада сіздерге видео түсіріп, бұл ойыншықтардың толық біткен версиясын көрсетемін. Ал қазір осындай күйде сіздерге көрсетіп тұрмын. Және де бұдан бөлек менде мынандай сәбіз бар. Осындай бұйра шаштарымен. Это ботва у нее такая. Бұл сәбіз аяқталмаған. Мына ойыншықтар секілді. Бұл сәбізге мен әдемілеп көзін тігіп, оформление жасап, және улыбочку хочу сделать, әдемі қылдыртып. Соны оформлениясымен бұл сәбізді де аяқталған кезде мына ойыншықтармен бірге көрсетемін. Енді мен әр апта сайын, осылай апта сайын тоқыған ойыншықтарымды көрсету ойда бар. Сол үшін менің каналыма тіркеліп кеттіңіздер, лайк басыңыздар. Егер сіздерге бұндай контент ұнаса, лайк басып тіркеліп кеттіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Ең соңына дейін қарап шыққандарыңыз үшін алғысым шексіз.